Саламатсыздар ма? Эфирде еркін сөз. Қытаймен қатынас қалай болуы керек? Жақында премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев Қытай біздің азық-түлік өнімдеріміздің кез келгенін алуға дайын, жалпы Қазақстанның өнімдері Қытайға қарай бағыт алу керек деп мәлімдеді. Осыған байланысты біз Қытай мәселесін, Қытай мен Қазақстанның қарым-қатынасы мәселесін талқыламақ болып отырмыз. Бүгінгі біздің студиямыздың сарапшылары қытайтанушы Нәбижан Мұхамедханұлы және саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева. Сонымен екеуіңізге де ортақ сауал. Қазіргі Қазақстан мен Қытай арасындағы қатынастардағы негізгі ұстаным, негізгі саясат қандай бағытта? Қазақстан мен Қытай қарым-қатынастары әзір 24 жыл болды дамығаннан бері қаратай, қалыптасқаннан бері қаратай. Осыны алып қарайтын болсақ, біз Қазақстан мен Қытай арасында стратегиялық әріптестік қарым-қатынас қалыптасқан болатын. Өткен жылы президент 2015 жылы 31 тамызда Қытайға сапарында Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен бірге мәлімдеме жасаған болатын. Қазақстан, Қытай Халық Республикасы арасындағы стратегиялық әріптестік қарым-қатынас жаңа деңгейге көтерілді деген. Биік деңгейдегі қарым-қатынас жалғасын тауып жатыр деп есептейсіз ғой, қазір? Әрине, бұрынғы қалыптасқан негізгі басым бағыт қай салада? Экономикалық негізден табиғи минералды ресурстар бағытында ма? Негізгі бағыт біз энергетика саласында, әзір энергетика саласынан энергетика емес салаға қаратай, ауыл шаруашылық саласына қаратай бұрылып келе жатыр. Жақсы. Толғанай, сіз Орталық Азиядағы демократияны дамыту институтының жетекшісіз Қазақстандағы. Жалпы Қытайдың Қазақстандағы мүдделері туралы айтып беріңізші. Осы Орталық Азия, оның ішінде дәл Қазақстанға қатысты Қытай қандай саясат ұстанып отыр? Әсіресе саяси бағытта, әсіресе осы демократия мен адам құқықтары мәселесінде мүдделері бар ма Қытайдың? Бұл жерде ондай мүдделер жоқ. Біз Қытаймен қарым-қатынасымыз экономика жағынан болып жатыр. Бұл жақтан Қазақстаннан да енді интерес жоқ дейді ғой. Саяси жағынан қызығушылық жоқ. Иә, қызығушылық жоқ. Қытай жақтан да біз жаққа қарай ондай демократияны ары қарай дамытамыз деген, бірге дамытайық деген ондай қызығушылық оларда да жоқ. Біз тек қана экономика жағынан интерес бар, ол жақтан да біз жақтан да. Осы жақтан біз тіл табысып жатырмыз. Ал осы Қытай мен Қазақстан қарым-қатынасында негізгі ұтатын тарап бар ма? Олай атауға бола ма? Ұтатын тарап бар, ұтпайтын тарап бар деген сияқты. Әзірге мынау соңғы кезде Қытайдың сыртқы саясатында айтты, ортақ бірлікте жеңіске жету деп, екі жақ бірдей ұту деп. Екі жақ бірдей ұту принципін қойып отыр. Екі жақ бірдей ұтқанда әрине 50-50 ұтады деп қарауға болмайды. Дегенменен осы ынтымақтастықта екі жақта өзінің пайдасын көреді деген сөз. Ал енді Қазақстан қандай пайда көреді, Қытай қандай пайда көреді? Әзірге тұрғыдан алып айтқанда біріншіден Қазақстанға біз қаржы қажет өте. Ал Қытай үшін алып айтқанда энергетика көздері және мынау астық өте азық-түлік өнімдеріне өте мұқтаж. Толғанай, сізге бір сауал. Қазақстан қазір Еуразиялық экономикалық одақта. Бұл одақ ішінде отырған Қазақстанның Қытаймен бір дербес саясат жасауына, дербес қарым-қатынас жасауына мүмкіндіктер қалдырылған ба? Екеуі бір-біріне қайшыласпай ма осы Еуразия экономикалық одағымен? Ең алдында болды ондай проблемалар болды. Енді біздің предпринимательдерді неде границада тұрып қалған ондай болды. Қазір Қытайдан бізге предложение жасады. Осы Евразиатский союзбен бірге, одақпен бірге экономика жағынан бірге ары қарай дамиық деп. Енді Ресейдің қазір ең главный дейді ғой, ключевой партнер болып отыр Қытай. Бірақ біз жақтан мен ойлаймын, Қытай қазір басқа да енді мүмкіншіліктер іздеп жатыр. Нефтен зависимый болмау үшін да, альтернативный источники дейді ғой. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта бұл энергетика направлениясы енді ключевой болмайды да, азаяды. Бұл жөнінде сіз не айтасыз, Нәбижан аға? Әсіресе мына Қазақстанның Қытайдан алып жатқан қаражаты, оның ішінде қарызға алған ақшалар, инвестициямен келген ақшалар, осылар туралы айтып өтіңізші. Әртүрлі цифрлар айтылады.
Оныңыз рас, Қазақстан мен Қытай арасында қарым-қатынастарына көбінесе біз өйткені мынау қаржыға өте мүдделіміз. Қытай әзір біздің елімізде 3-ші инвестиция келетін мемлекет болып отыр. 3-ші деңгей. 3-ші орында тұр. 3-ші орында тұр. Қазақстанға инвесторлар құюшылар ішінде 3-ші орында тұр. Қанша көлемде қазірге дейін құйған қаражаттың көлемі қанша? Қазақстанға құйған қаражат. Құйған қаражатын әзір нақтылы анықтау қиын. Онда екі түрлі. Біреу инвестиция ретінде келген қаржы бар. Және бірі кредит ретінде берген қаржы бар. Енді жалпы ұзын сан ойлап бұлай көретін болсақ, 104 миллиард долларға тең жасалған. Ал соның ішінде оның қаншасы инвестиция, қаншасы берілген кредит, оны анықтау қиын. Ал енді екінші мүддесі бар. Олардың қойылған қаржысы біздің мына энергетика саласында, тау-кен саласында жаңа завод фабрикалар салу соған құйылады. Ал соның есесіне өнімді олар экспорт етуге олар құқылы. Мінекей осындай байланыс бар. Әзір енді біз қарап отыратын болсақ, бізге қаржы өте қажет, ал енді осы қаржыны халықарада тек қана көптеп бере алатын Қытай ғана. Соңғы Назарбаевтың соңғы мемлекеттік сапары кезінде, осы Қытайға сапары кезінде 17,2 миллиард доллар деген бір келісімдерге қол қойылып жатты. Оның алдында 6 миллиард деген болды. Одан кейін, одан ертеректе 5 және 13 жылдардың аралығында 21 миллиард 800 миллион деген цифрлар айтылды. Осы цифрлардан біз кішкене жаңылыса бастаған жоқпыз ба, шынын айтқанда? Расында адам жаңылыстырады бұл цифрлар. Өнен кейін осыны нақтылы біздің өкімет жағынан осыны анықтап, қазірге дейін бұрынғы алған біздің қаржымыздың қаншасы қайтты, қазірге дейін және қаншасы бар, әзір қанша қаржыны біз қолданып жатырмыз, әртүрлі цифрлар. Мысалы қайтарымы қалай болды ол қаражат мысалы? Қайтарымы қалай болды? Қайтарылымы нақтылы біз оны нақтылы дерек көргеніміз жоқ, әзірге дейін қайтарылымы ресми біздің үкімет тарапының дерегінен. Сондықтан оны айту қиын. Бірақ оның қайтарылымы болып жатыр деп есептейміз. Өйткені қайтарылымы болмаса қаржы үстісіне қаржы құя бермейді. Өйткені бұнда қаржының алдағы уақытта қайтарылымын ол бірінші кезекте ойланады. Әзірге дейін берген қаржысының қаншасы қайтты, және қаншасы салу керек, және қай уақытқа дейін оны қайтарып алады деген есеп жасалған. Оны ашық деректерден бізде таба алмадық. Таба алмаймыз. Бізде мына зерттеушілердің біздің де қолымызға ол түсіп жатқаны жоқ. Бірақ әр ретке барғанда өте жоғарғы көлемде екі жақтылы келісім шарттың жалпы ақша көлемі 23 миллиард, 14 миллиард және 50 миллиард өткен жылы ғана қол қойған. Осындай қаржылар бар. Осы оның ішінде жазылған, оның кейбір инвестиция және кредиттер. Толғанай, сіз енді Орталық Азияны зерттеп жүрген мамансыз, е? Осы Қытаймен арадағы қарыздық қатынастарға байланысты өзінің бір тіпті территориялық мәселелерінде бір шегінген елдерде болды Орталық Азияда. Алған қаражатымыз ертең біздің бір территориялық мәселелерімізге ұласу мүмкін бе? Әлде ол делимитациядан кейін мүмкін емес пе? Да, ол делимитациядан кейін мүмкін емес. Бұл мәселені біз шешіп қойғанбыз Қытаймен. Яғни қауіптенуге негіз жоқ? Ол жерде қауіп жоқ. Біз мировой сообществоға кірдік қой. Сондықтан Қытай бұл жерге ондай не қоя алмайды, ондай тема. Бірақ қайтару деген проблема, мне кажется, бұл жерде ашық көрсетпегені, мне кажется, как раз осы жерде проблема. Ол механизм жоқ сияқты маған. Қайтару мәселесіне. Бұл жерден мен саяси көріп тұрмын, бұл жерде мүдделер. Ондай қаржы Қытай бермесе, біздің Қазақстанға ол солай кіре алмайтын еді. Көп бізге, немізге, например, энергетический секторымызға кірді, спокойно кірді. Негізінен Ақтөбеде, Қызылордада, басқа елдер кіре уран саласында да, түсті металл саласында да. То есть басқа елдер кіре алмай, сирек кездесетін металлдар саласында да. Олар кіріп жатыр. Қазір транспортный, жол салып жатырмыз. Сондықтан, мне кажется, бұл жерде саяси сұрақтар көп. Бұл қайтару ашылмаған, содан сол лобби жағынан кететін сияқты. Біз оларға ашамыз. Иначе неге олар көрсетпейді? Если ол ашық уже договорда бар болса, ол ашық жерде көрсетілу керек еді. Мәселен, мысалы, трансшекаралық өзендер, су мәселесі. Бұл мәселе бізде шешілді, және Қытай жағы
бұған байланысты уәде берді деп президент Назарбаев соңғы Қытайдағы сапарында осылай мәлімдеген болатын. Бірақ қаншалықты осы су мәселесі бізде нақты негізделіп шешілді? Найбжан аға, сіз білетін шығарсыз. Енді су мәселесі жөнінде екі ел қарым-қатынастарында бұны принципті келісімшарт бар, нақтылы әлі келісімшарт қойылған жоқ. Ал Қытай айтады, біздің суды пайдалануымыз Қазақстанға ықпал етпейтін деңгейде деп қарайды. Іс жүзінде біздің суларымыз қазір азайып жатыр. Азайып жатыр. Екеуіне бақылау механизмдерін қойылған, бірақ бақылаудың соның нәтижесі өз деңгейінде емес деп қараймын. Өйткені қазіргі нақтылы шындықты айтатын болса, қазір Іледен келгенде, Ертістен келгенде судар азаю процесі бар. Азаю процесі жөнінде. Бұл жағынан бір Қазақстанда бір ықпал ету тетіктері бар ма? Егер су мысалы азайып, жаңағы айтқан уәделер орындалмай жатқан жағдайда. Әрине, оны келісімшартта көрсетілген, егер орындалмай жатқан жағдайда қандай шараларды қолдану нақтылы. Мәселе соны батылдықпен қалай қолданамыз, бұл бір. Екінші жақтан біз Қытай жаққа мұнай ағызып қойып жатырмыз. Оның екінші бір балама тұстарын табуға болады, тетіктерін. Мәселені қалай шешу? Су Қытайдан ағып кірсе, біз мұнайды ағызып жатырмыз. Сондықтан бір-біріне мүдделдік бар бұл жерде. Оның механизмдері өте оңай табуға болады. Бұныңға келісімшарттарды жасалуы, соны атқарылуын бақылау заң аясында жүргізуге болады. Осы трансшекаралық өзендерге байланысты Қазақстанның басқа елдермен суға байланысты келісімдері толық шешілген бе? Оны Қытаймен былай салыстырған кезде қалай? Су мәселесінде. Су мәселесі шешілмеген. Орта Азияның мемлекеттерінің арасында бұл тема шешілмеген. Айтамыз, ол туралы сөйлесеміз, бір шарттар, бірақ ешқандай документально не жоқ. Қалай советский кезінде, совет уақытында шешілім болды, солай пак, сол мен қарап тұрмыз қазірде. Жаңадан не шешілмеген, бұл мәселе шешілмеген. Қытайменен қарым-қатынасымыз өте тығыз. Мұнда біз назар аударатын ең үлкен мәселе экология мәселесі. Әзір мынау қазба байлықтарды игерудегі экологиялық мәселесі. Әзір аграрлық саланы игеруде экологиялық мәселелер. Өйткені Қытайдың осы соңғы 30 жылдық тәжірибесі көрсетеді. Өйткені мынау астық өнімдерінің өнімділігін жоғарылатамыз деп Қытай көптеген химиялық тыңайтқыштарды беру арқылы астық өнімдерін өнеді. Әзір Қытайдың жерінің көбі басым бөлігі шынында жер құнары түсіп кеткен, одан өнген өнімдердің өзі әзір сапасы өте төмен. Сапасы төмен ғана емес, денсаулыққа зиянды болып жатыр. Сондықтан бүкіл қазір Қытайдағы денсаулық мәселесі осы экологияның бұзылуына бұл бірінші мәселе. Сондықтан Қазақстанға келіп мындай сала тың жер игерсін, әлде де аграрлық саланы бұрынғы орынды қайта игерсін, болмаса біздің мынау мұнай газ саласында тау-кен өнімдерін игерсін. Осыдағы бірінші мәселе осы экологияның заңды түрде сақталуын қамтамасыз ету керек. Егер олай болмайтын болса, біздің Қазақстанның тартатын зардабы ол өте ұзақ, неше 100 жылдарға кететін зардап тартамыз. Қытайдың өздері кейбір аналитиктері жазып жатыр. Әзір соңғы кезде Қытайдың біздің көз алдағы мүдде үшін деді, біздің ұлттық үлкен мүддемізге зиян келтірдік деді. Әсіресе біздің мына егістік жерлерді улау деңгейі өте ауыр болғандықтан деді. Біздің адамдар деп өзін сындап жатыр олар. Бізді өзіміз ғана улау емес, бүтін әлемді улап кетеді деп. Қытайда осындай мақалалар жазылды. Қытайдың өз сарапшылар, өздерін, мына билікті өздерін сынап отыр. Ал енді осындай әдетке басылғанда, өзін аямаған адам, басқа бір елді қаншалық деңгейде аяйды. Бұның бір ғана шарты бар. Жаңағы келісімшартта көрсетілген стандарт бойынша Қытайдың көрсеткен стандартта әрине халықаралық стандарттың негізінде болады көбінесе халықаралық келісімшартта. Міне осыны біз қаншалық деңгейде бақылай аламыз. Оның бақылауды әлсірететін түрлі Қытайдың шаралары бар. Мәселе сода. Мәселе өзіміз қаншалық бақылай аламыз. Коррупция мәселе. Сол мәселе әсер етеді. Түрлі шағын топтың мүдделері әсер етеді. Мүмкін соған ынтымақтасып отырған біздің фирмалар оған мүдделі шығар тез арада. Оның түрлі себептері бар, әбден мүмкін. Толғынай, жалпы осы Қытайдың ең басты мүддесі Орталық Азияда қай елде? Орталық Азия елдерінің ішінде қай елмен негізгі серіктесін деп есептейді Қытай?
Қытай бүйтіп Орта Азиялық мемлекеттердің ішінде бір мемлекетті бөле жармайды. Бәріне бірдей қарайды. Өзінің мүддесін әр мемлекетпен шешеді. Двухсторонние отношения дейді ғой. Сондықтан біз оларға транзитная зонамыз қазір. Қытайдың самый енді қазір мүддесі ол Европаға шығу. И біздің мемлекеттеріміз оған қазір транзитная зона. Сондықтан қазіргі идеясы, олардың концепциясы жібек жолы деп айтады. Новый шелковый путь дейді олар. Тек қана транзиттік зона ма, әлде болашақ жаңа азық-түлік өнімін өндіретін аймақ деп есептелуіміз мүмкін ғой, олай емес? Да, товарларында бізге сатуға біз оларға жақсы неміз. Енді бізде, конечно, неміз аз сатып алады да, 50 миллиондай шығады біз Орта Азияда. Енді дегенменен Қытай жалпы алып айтқанда саудада Қазақстан Орталық Азия бойынша Қытайдан нөмірі бірінші әріптес. Оны кімдер айтады? Оны Қытайдың ресми тарапы солай айта ма? Солай айтады, ресми тарап солай айтады. Әзір біз Ресейден кейінгі екінші орындамыз. Жалпы мынау посткеңестік мемлекеттер ішінде, өйткені Қытайдың мүддесі өте үлкен, және болып жатқан түрлі саудамен айтады. Мысалы 2013 жылы 23 миллиард сауда жүрген, соның негізі Қазақстанмен болып жатыр. Ал енді болашақта әзір жібек жолы белдеуін дамытуда Қытайдың негізгі көздегенде негізгі басты әріптес деп санайтында Қазақстан. Және де олардың жобасында көптеп Қазақстанға инвестиция құюды жоспарлап отыр. Мен бұл жерде чисто экономика жағынан қарап отырмын. Потому что біз енді Қазақстан Орта Азиялық мемлекеттерін қарағанда енді сильный күштіміз ғой біздің экономикамыз. Сол жақтан ғана. Өзінің саяси жағынан қарағанда Қытай мен бір жерде көрген жоқпын. Например, США қарасам, ол точно айтады, например, Узбекистан, Европа или там Қазақстан, Ресей, понятно, что Қазақстан. Қытай ондай еш жерде бір басымдық бермейді. Ондай көрсетілмеген еш жерде. Қытаймен қарым-қатынастағы тағы бір маңызды бағыт, ол мәдени бағыт, оның ішінде әсіресе Қазақстанның, әсіресе Қытайдағы қазақ қандастарының өмірі ол жақта. Миллионнан астам ұлттық қазақ азаматтар тұрады. Олар өздерінің тарихи отаны деп Қазақстанды есептейді. Осы Қытайдағы қазақтардың ассимиляциясы туралы айтып берсеңіз. Қанша уақыттың ішінде олар қытайлану жаңағы болашағы бар? Бұл процесс жүріп жатыр, асмендесі. Оны жасыратын қажет керегі жоқ. Қытайдағы қазақ болсын, басқа халықтар болсын, Қытаймен ассимиляциялау үлкен процесс жүріп жатыр. Ал енді бұл бір жағынан қанша уақыт қалды жалпы Қытайдағы қазақтардың толық ассимиляцияланып қытайлануына? Енді бір екі ұрпақ асып өтетін болса, екі ұрпағыңыз 50 жыл ғой, 50 жыл. Екі ұрпақ алды, негізінен ассимиляцияланып қалады. Енді мәселенің екінші бір жағы бар. Ал сонымен бірге енді Қазақстан тәуелсіздік мемлекеті ретінде Қытайдағы қазақтардың ұлттық ерекшеліктің, ұлттық санасының әзірге сақталуына, болмаса оның ары қарай дамуына бұл белсенді әсер етіп жатқан тұстары да бар. Бұны жоққа шығаруға болмайды. Әзір мәдениет аралық, өзаралық бір-біріне ықпалдастықта. Қазақстан әсер етіп жатыр, ол жақта қазақтар. Әсер етіп жатыр, әсерді үлкен. Ал енді үшінші жақтан алып айтатын болсақ, әзір Қытай жалпы дүние жүзінде өзінің Қытай мәдениет ықпалын белсенді түрде насихаттап жатыр. Өйткені бұндағы қытайлық мәдени құндылықтарды, қытайлық мәдениетті әлемге қалыптастыру, Қытайды бір түсіністікпен қарау, түсіністікпен қабылдау жөнінде осындай қызметтер жүргізіп жатыр. Ал енді Қытайды көбінесе жақсы қабылдайтындар әзір дамушы мемлекеттер екен. Соның ішінде Африка елдері өте Қытайға белсенді түрде Қытайды қабылдайды. Түсіністікпен қабылдайды. Бұның аржағында не жетеді? Аржағында қаржы жатыр. Қытай инвестициясы ғой. Қытай инвестициясы әзір бүкіл дүние жүзінде ең белсенді түрде және көп мөлшерде. Оның үшін дамушы елдерде, Африка елдерінде өте қажет. Толғанай, дәл сол Қытайдағы қазақ қандастарының құқығы туралы мәселелер бірнеше рет осы интернетте жазылды, айтылды. Бұл жөнінде, мысалы, демократияны дамыту, адам құқығын дамыту жөніндегі ұйымдар ықпал ете ала ма? Қытайдың ішіндегі қандай да бір аз топтарды, сол қазақтарды, немесе басқа аз ұлттардың бір құқығын қорғайтындай бір халықаралық ұйымдар ықпал ете ала ма жалпы? Ондай мүмкіндіктер бар ма?
Мен қазір жоқ, мен қазір ондай мүмкіндіктер көріп жатқан жоқпын. Қытай, скажем так, закрытая страна, да, өте жабық, саяси режимда өте жабық, да, сондықтан ближайшие 5 лет дейді ғой, ондай мүмкіншілік жоқ сияқты маған. Ешқандай ондай право человека, ондай қорғау мүмкін емес сияқты маған. Онда екеуіңізге де соңғы сауал. Жалпы тақырыбымызды алдық қой, Қытаймен қатынас қалай құрылуы керек деп. Олай болса, Қытаймен қарым-қатынаста Қазақстан өзінің терезесі тең ел ретінде ұстауы үшін не істеу керек? Жалпы Қытаймен қатынаста ең басты ескеретін дүние не деп ойлайсыздар? Экономика жағынан қарым-қатынасымыз ары қарай дамуы берсін, мен ойынша. Бірақ саяси жағынан мен кішкене өзім қорқам. Неден біз олармен бірге қарым-қатынасымыз ары қарай болса, біз одан бетер жабық мемлекет болып кететін сияқтымыз. Олардың ол жерде де политический репрессия дейді ғой, оларда көбірек, да. Сол дәстүрі бізге жұғу мүмкін деп есептейсіз? Жұғу мүмкін, да, ондай мүмкіншіліктер бар. Енді не деп айтам? Біздің авторитарлық режиміміз оларға кішкене сәйкес келеді, олардың режимдарына, да. Оларда кішкене партия ғой, енді авторитарный режим, бірақ партия ол жерде, бір адам емес. Сондықтан олардың көп енді саяси жағынан біз алуымыз мүмкін. Сондықтан мен саяси жағынан бұл қарым-қатынасымызды дамымайтын едім. Мен ойымша. Дамымаған қалай дейсіз? Только добрососедские и экономические отношения. Жақсы. Нәбижан аға, сіз қалай ойлайсыз бұл мәселені? Енді дипломатиялық қарым-қатынастардың басты принципі теңдік дейді ғой. Теңдік. Ал тепе-теңдік мысалы. Ал осы принциптердің негізінде осы екі ел қарым-қатынастарын дамыту керек дейді. Мысалы біз Қытайменен мүдделіміз, Қытайға да. Қытай да бізге мүдделі. Осы мүдделдік негізінде біз өз мүддемізді, ұлттық мүддемізді, мемлекеттік мүддемізді сақтауымыз керек. Қалай? Мысалы, нақты қандай жолдарын ұсынар едіңіз? Мұндағы басты бұл дипломатияда басты принцип әрине Біріккен Ұлттар ұйымының негізгі дипломатиялық принциптері. Сонымен екі ел қарым-қатынастардың мүдде бөлісі мысалы дейміз да. Қазір енді мысалы инвестицияда біздің мүмкін жеңілдіктеріміз белгілі бір мерзімде көбірек болуы мүмкін. Кейбір белгілі бір мақсатқа біз қол жеткізгеннен кейін оны азайтуымыз мүмкін. Бұның бәрі қатып қалған нәрсе емес. Заманның өзгерісіне байланысты құбылып өзгеріп тұрады. Мұндағы бірақ принцип бар. Біз мемлекеттік мүддемізді қайткенде қорғауымыз керек. Ол қорғалатын не? Заңды түрде. Дипломатиялық жолдармен заңды құқық. Оның негізінде міне қол қойылған келісімшарттар. Яғни барлық алғышарттар бар дейсіз? Алғышарттар бар. Мәселе соны қалай жүзеге асырамыз? Оның тетіктерін қалай жүзеге асырамыз? Ол адамға байланысты. Адамдардың, дипломаттардың шеберлігіне байланысты. Біздің мемлекетіміз. Жақсы, әңгімелеріңізге рахмет. Бүгін біз Қытаймен қатынас қалай құрылу керек деген тақырыпта еркін сөзде әңгіме қозғадық. Біздің бүгінгі хабарымыздың сарапшылары болған қытайтанушы Нәбижан Мұхамедханұлы және саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенше.